Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаңға қосылған рогалики булочкаларды жасайтын боламыз. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бізге ең әуелі жылы сүт қажет болады. Жылы сүттің үстінен тұз және де қантымызды саламыз. Бір дана жұмыртқа барлығын салып, бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Сонан соң оның үстінен ерітілген сармайымызды саламыз. Тағы да араластырып, үстінен ашытқы саламыз. Ашытқы салған соң бір араластырып, оның үстінен міндетті түрде алдын ала еленген ұнымызды салатын боламыз. Мен барлығын өлшеп жасаймын. Описанияға барлығын граммдарын жазып кеттім. Дәл осы описаниядағы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердікі өте керемет болып шығатын болады. Ұнымызды салып, бір келкі болғанша әдемелеп қамырымызды илеп аламыз. Қамырды енді көтерілгенге дейін алып қоятын боламыз жылы жерге. Бізге жаңғақ қажет болады. Дәл осы жаңғақты өте ұсақы блендермен немесе кез келген езгішпен езіп дайындап алсаңыздар болады. Ең бастысы өте ұсақ болуы керек. 150 грамм жаңғақты ұсақтап алдық. Оның үстінен 150 грамм қойылатылған, яғни сгущенканы қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде осындай бірыңғай қою әдемі массамыз дайын болады. Бұл біздің рогаликилерімізге өте ерекше дәм беретін болады. Ішіндегі начинкасымен ерекше дәмді болып шығады. Енді біздің көтерілген қамырымызды 1,5-2 сағат ішінде көтеріліп шықты. Сол қамырымызды теңде екіге бөліп аламыз. Және де дәл осы қамырларды жайып шығатын боламыз. Қамырды мүмкіндігінше жұқалау етіп жайып шығамыз. Кішкене ұнның көмегімен жайып алсаңыздар болады. Енді қамырымызды жайып болдық. Жаңағы ішіне салатын начинкамызды теңдей ортасынан бөлетін боламыз. Екі қамырымызға екіге бөліп, дәл осылай бір келкі болғанша жұқа етіп жайып шығыңыздар. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписация бөлімін бір рет басып қойды, ұмытпаңыздар. Лайк басып, төменге пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбіріңіздің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Каналымның дамуына үлес қосасыздар. Егер мені қолдап жатсаңыздар, сіздерге алдын ала үлкен рахмет айтқым келеді. Енді дәл осы қамырымызды теңдей 12 бөлікке бөлетін боламыз. Ең бірінші 4 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң әр бөлігін дәл осылай 3 бөлікке бөлсеңіздер, сонда бізде 12 дана рогалики шығады. Жалпы бізде 24 дана рогалики шығады. Міне бізде енді дәл осылай видеодағыдай орап шығасыздар. Міне біздің рогаликилеріміз дәл осылай дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Міне барлығын дәл осылай орап дайындап аламыз. Бетіне жұмыртқаны міндетті түрде жағып алыңыздар. 10-15 минутқа дәл осылай қалдырып қойсаңыздар да болады. Бетін жауып, ол булочкамыз тағы да көтеріліп, одан сайын жұмсақ болып шығады. Және де 180 градуста қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Қалауларыңыз бойынша бетіне дәл осылай сгущенка құйып шықсаңыздар болады. Міне осымен біздің жаңа қосылған өте оңай рогаликилеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.